Барлығыңызға сәлем достар, каналға қош келдіңіздер. Бұл видеода ағылшын тіліндегі ең маңызды тақырыптардың бірі, сонымен қатар ең қарапайым шақ, present simple шағы түсіндірілетін болады. Егер сіз осы тақырып туралы білгіңіз келсе, міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыз. Сонымен қатар каналға тіркеліп, қолдау көрсетуді ұмытпаңыз. Осылайша сіз қазақ тілді контенттің дамуына өз үлесіңізді қосасыз. Ал ендеше бастайық. Ең алдымен бұл шақтың қолданылу жағдайларына тоқталып өтейік. Бірінші қолданылуы: күнделікті немесе белгілі бір уақыт аралығында қайталанатын іс-әрекеттерді айтқанда біз present simple шағында сөйлейміз. Мысалыға назар аударайық. She has cereal for breakfast. Ол таңғы асқа каша жейді. Яғни күнделікті қайталанатын іс-әрекет, сондықтан да біз бұл сөйлемді present simple шағында айтамыз. Екінші қолдануы: барлық адамға белгілі, өзгермейтін факттарды, табиғат заңдылықтарын айтқанда осы present simple шағын қолданамыз. Мысалға назар аударайық. Water freezes at 0 degrees. Су 0 градуста қатады. Яғни бұл барлық адамға белгілі, өзгермейтін факт. Сондықтан да біз бұл сөйлемді present simple шағында қолданамыз. Келесі үшінші қолдануы: кесте бойынша орындалатын, болашақта жүзеге асатын іс-әрекеттерді біз present simple шағында қолданамыз. Мысалға назар аударайық. The train leaves at 9 o'clock tomorrow. Яғни пойыз ертең сағат 9-да кетеді. Яғни пойыздың 9-да кететіндігі кесте бойынша орындалады. Сондықтан да біз бұл сөйлемді present simple шағында айтамыз. Әлемдегі барлық тілде кез келген сөйлемнің болымды, болымсыз және сұраулы формалары болады. Дәл сол секілді, осы ағылшын тіліндегі present simple шағының да болымды, болымсыз, сұраулы сөйлемдердің өздеріне тән формалары болады. Ал ендеше осы үш формаға тоқталып өтейік. Present simple шағындағы болымды сөйлем мына форма бойынша жасалады. Ең алдымен сөйлемнің басында subject, содан соң verb, яғни етістік келеді. Subject дегеніміз бастауыш. Мысалыға назар аударайық. I live in Kazakhstan. Мен Қазақстанда өмір сүремін. I дегеніміз мен, яғни бастауыштың рөлінде тұр. Live дегеніміз өмір сүру, яғни етістіктің бірінші формасы. Алайда ескерте кететін бір жайт: егер сөйлемде бастауыш үшінші жақта тұрса, етістікке s немесе es жалғауы жалғанады. Үшінші жақта қандай бастауыштар тұра алады? Олар he, she, it немесе жансыз заттар, жан-жануарлар, адам аттары және тағы да басқалар. Мысалға назар аударайық. She lives in Kazakhstan. Яғни сөйлемнен байқайтынымыз live сөзіне s жалғауы жалғанып тұр. Present simple шағының болымсыз сөйлемі мына форма бойынша жасалады. Subject, оған қосылған do немесе does көмекші етістігі, оған қосылған not, оған қосылған verb 1, яғни етістіктің бірінші формасы. Мысалыға назар аударайық. I do not live in Kazakhstan. Мен Қазақстанда өмір сүрмеймін. Бұл жердегі do not сөзін don't деп қысқартып қолдансақ та болады. Алайда бір ескерте кететін жайт: егер сөйлемде бастауыш үшінші жақта тұрса, does көмекші етістігі қолданылады. Яғни бұл жерден байқайтынымыз болымды сөйлемде етістікке жалғанған s немесе es жалғауы болымсыз сөйлемде do көмекші етістігіне does болып өтіп кетеді. Мысалы, she does not live in Kazakhstan. Ол Қазақстанда өмір сүрмейді. Бұл жердегі does not сөзін doesn't деп қысқартып қолдансақ болады. Келесі кезекте сұраулы сөйлем. Present simple шағының сұраулы сөйлемі мына форма бойынша жасалады.
Ең алдымен сөйлемнің басында do немесе does көмекші етістігі, содан соң бастауыш, содан соң етістіктің бірінші формасы. Мысалға назар аударайық. Do you live in Kazakhstan? Сен Қазақстанда өмір сүресің бе? Ал егерде үшінші жақта сөйлем құрайтын болсақ, Does she live in Kazakhstan? Ол Қазақстанда өмір сүреді ме? Деп сөйлем құраймыз. Present simple шағында қалай жауап береміз? Егерде сіз я деп жауап бергіңіз келсе, yes, I do. Ал егер жоқ деп жауап бергіңіз келсе, no, I don't деп жауап бересіз. Ал егерде үшінші жақта жауап бергіңіз келсе, yes, she does. Ал егерде жоқ деп айту үшін, no, she doesn't деп жауап бересіз. Міне достар, бүгінге айтылатын мәліметтер өз мәресіне жетті. Сіздерге present simple тақырыбы түсінікті болды деп ойлаймын. Егерде түсінбеген жандар болса, видеоны қайта қарауды ұсынамын. Ал егер түсінікті болса, мына берілген тапсырманы өз бетіңізше орындап көріңіз. Өз жауабыңызды пікір ретінде қалдырсаңыз болады. Осымен бұл видео өз мәресіне жетті. Егер сізге видео ұнаған болса, міндетті түрде каналға тіркеліп, лайк басып, қолдау көрсетуді ұмытпаңыз. Осылайша сіз қазақ тілді контенттің дамуына өз үлесіңізді қосасыз. Ал қазірше сау болыңыздар.